Естімедім, ескертпеді демеңіз. Ертеңнен бастап бүкіл қазақстандық бақылауда болады. Елімізде автоматтандырылған камералар іске қосылмақ. Олар артық қимыл, заңға қайшы оғаш әрекеттің бәрін тіркейтін көрінеді. Абайламасаңыз айыппұл төлейсіз дейді. Жаңа жүйе жайлы жұрт нені білу керек? Жақсылық Жасұланұлы жақсылап түсіндірсін. Қит етсең айыппұл, камера көрсең тайып тұр. Өйткені ертеңнен бастап айналаның барлығы бақылауда болады. Жаңа ережеге шамырқанып шиыршық атқаны да, өзгерісті қолдап жатқаны да бар. Дұрыс негізі сол. Қоқыс тастағандар бәрі тазалық керек қой бізге. Ал штраф салған енді пешоходта кейбіреу асығып өтеді. Ол енді болмайды. Пешоходтың өзіне өткен дұрыс қой. Бір жағынан дұрыс, бір жағынан дұрыс емес сығылды. Енді жұрттың табысы азғантай, тілек штраф. Түкірсең де штраф, аттасаң штраф. Халықтың зарплаты өсіп жатқан жоқ қой. Әр адам өзі сана сезіміне байланысты тәртіпті қарап, тәртіпті ұстап десе, мемлекетіміз мемлекет болады. Бір табан қойдың өзі бұтырап кетсе, онда жинай алмайсыңыз. Міне, біз енді адамбыз ғой, мал емеспіз. Бәрін бұтыратып, сол заңды, бәрін сол үшін ғана үкімет шығарып отыр. Ременге қарсылығым жоқ. Телефонмен, мысалы, біз қаланы көп біле бермейміз, картамен жүреміз, картамен жүрген жағдайда оған қарсылығым бар. Картаға елеңдеп, клиент келер деп, телефонға телмірмесе отыра алмайтын таксистер қайтып күн көреді. Ережені шығарып алып, тәртібін елге түсіндіруге келгенде, бас қаланың тәртіп сақшылары қуыстанып шыға келді. Ал министрлік өкілінің айтқаны мынау. Бұған дейін ұялы телефонды рөлде пайдалану, қауіпсіздік белдігін тақпау сияқты құқық бұзушылықтар полиция қызметкерлерімен тікелей анықталса, енді оларды заманауи техникалық құралдар арқылы тіркеуге болады. Яғни, заң талаптары өзгермейді, тек оларды тіркеу тәсілдері жаңартылады. Жаза бассаңыз, айыппұлдың көлемі 20 мың, десек те қырағы камера көзіне түскеннің барған айыпты жазаға лайықты деп таппайды екен, кейбір заң бұзушылықтарға ескертпе беріп жібереді. Техникалық байқау мерзімі өткен, сақтандыру полисі жоқ немесе басқа құжатқа байланысты бұзушылықтарды анықтау мүмкіндігі пайда болды. Сонымен қатар, жүйе заңда қарастырылған жағдайларда автоматты түрде ескерту шығара алады. Мысалы, кептеліс жасау немесе сыртқы жарық құралдарын дұрыс пайдаланбау сияқты құқық бұзушылықтарда. Өткен аптада қоқыс тастағанды, айналаны ластағанды камера түсірсе айыппұл келеді деп сайттар даурығып, алып қашпады ақпаратты таратып еді. Бірақ қамыстай қаулаған ақпаратты министрлік баудай қырды. Жаяу жүргіншілерге бейнебақылау арқылы айыппұл салынбайды деп кесіп айтты. Кейбір бұқаралық ақпарат құралдарында таралған автоматты камералар жаяу жүргіншілерді жауапкершілікке тартады деген ақпарат шындыққа сәйкес келмейтінін хабарлаймыз. Бұл жүйелер тек көлік құралдары жасаған жолда жүру қағидаларын бұзуды анықтауға арналған. Салынсын салынбасын, тәртіпке бағынғасын табиғатқа зиян келтірмеген абзал, ал жолдағы қауіпсіздікті сақтау полицейлерге емес, алдымен өзіңізге керек. Қалай десек те, тәртіпке бағынған құл болмайды. Жақсылық Жасұланұлы, Дастан Алишев, Еуразия бірінші арнасы.